Nazik Cook арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қырғауылдың сорпасын дайындаймыз. Өте пайдалы, дәмді, теріңді бұрқ еткізіп шығарады. Ағзаға да өте пайдалы диеталық тағам ретінде жүреді. Қырғауылдың еті өте жұмсақ болып піседі. Сорпасы сондай сіңімді болады. Менімен бірге болыңыздар, ал онда бастайық. Суға қайнатардың алдында қырғауылды дұрыстап жуып, артық жерлерін кесіп тастаңыз. Қазанға қырғауылды салып, суық суын құйып, қайнағанға дейін күтеміз. Қайнай сала бетіндегі көбігін сүзіп алыңыздар. Қазанның астын орташа оттан сәл төмен басып қайнатамыз. Жалпы қырғауылдың дайындалуына 2 сағаттай уақыт кетеді. Қақпақтың астында пісіреміз. Қайнағаннан кейін бір жарты сағаттан кейін тұтас бір сәбізбен бір пиязды, бір ас қасық тұзды сорпаға салып қайната береміз. Дәмін көріңіз, тұзы кем болып жатса тағы да салыңыз. Пиязды жартылай сақиналап тураңыз. Қырғауыл 1 сағат қайнағаннан кейін туралған сәбізді, болгар бұрышын, жартылай ашты бұрышты, сарымсақты және пиязды саламыз. Дәмдеуіштерден лавр жапырағы, бұршақ қара бұрыш, сарымсақ, кориандр, зира, паприка, аздап ұнтақталған қара бұрыш және қалауыңызша хмели-сунели дәмдеуішін салсаңыз болады. Қырғауылдың пісуіне 20 минут қалғанда картопты саламыз және дәмдеуіштерімізді. Сорпамыз әбден пісіп дайын болайын деп қалғанда қырғауылымызды сорпадан сүзіп аламыз. Жалпы қырғауылдың орнына тауықтың етін алмастырсаңыз болады. Тауықтың етін пісірсеңіз 1 сағат кем пісіресіз, яғни тауық 1 сағатта піседі. Қырғауылды бөліктерге бөлген соң қайтадан сорпамызға жібереміз. Мінекей 2 сағатта сорпамыз да дайын болды. Иісі деген мұрынды жарады, дәмі деген өте дәмді, пайдалы, асқазанға сондай сіңімді болатын тағамның бірі. Қырғауылдың сорпасын міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер бейне ұнап жатса тіркеліңіздер, сонда менің жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.